рахмет. Тұрғанша балақтарыңыз өздеріңізге Алланың нұры болып жаусын. Енді баршаларыңыз біліп отырым. Кімге саласыз? Маған ба? Салып кетемізінші? Мынау енді ардақты ағайын. Енді қошеметті өзі қанша тойға барып жүріп көп сұрамаймыз. Бет ашарда болмаса, бірақ екі адам шапалы ұрмайды. Бірі алақаны күйіп қалған адам ұрмайды. Екіншісі қайтуға дайындалып, пакетін толтырып, тізесіне қысып ұстап отырған адам ұрмайды. Пакетін жіберсем шашылып қала ма дейді. Қолдарыңыз бос болса, анда-санда бір қошемет білдіріп отырыңыздар ардақты ағайын. Келді келеші. Той құтты болсын. Bir сәлемді беріп қой. Бәрекелді, біраз деремізді қызылып алайық. Бұлау енді қадырлағайын. Bir шаңыраққа келін келіпті. Сөйтсе біздің қазақ үйге келін түссе сынай түсетін халықпыз. Атасы мен апасы түнгі сағат 3-те есік қағылады. Жұмса батыр дейді, келін барып байқаш. Күннің ортасында келіп есік қағып тұрған бұлғын болыпты. Сөйтсе келін көргенде жерде қыз екен. Есікті ашпастан бұлын, кім бұл түн ортасында келген депті. Сөйтсе сырттағы қонақ, жаңа түскен отау екенсіңдер жаңадан құрған. Мен бақпын, есігіңді аш үйлерге кіріп, бір күн түнеп кетейін деп. Сонда келін айтады дейді, жоқ, бір бөлмеде атам апам жатыр, бір бөлмеде біз жатырмыз, сіз үйге сыймайсыз деп, бақты қайтарып жіберіпті. Екінші күні есік қағылса, тағы да келінін жұмсайды. Келіні барып, бұл күн болды түн ортасында келген десе, мен дәулетпін депті. Дәулет жолдас бала емес, байлық келген да. Байлық келіпті. Сөйтсе, жоқ сіз үйге сыймайсыз деп, байлықты да қайтарып жіберіпті. Үшінші күні есік қағылса, тағы да келінін жұмсайды. Келіні барып, бұл күн болды, түн ортасында келіп есік қаға берген десе, мен ынтымақпын, есігіңді аш үйлеріме кіріп бір күн түнеп кетейін деп. Сонда келін есікті ашып ынтымақты үйіне кіргізеді. Бәрін тыңдап біліп жатқан атасы мен апасы риза болып, бәрекелі келін ынтымақ бірінші аяқ басып кірсе, бақта дәулет те қайтан алып өзі келеді деген екен. Бақыт ашып қақпасын, мәңгі бақи жаппасын, бәле-жала жастарды іздесе де таппасын. Жетімдердің келіні, әлімдердің күйеу баласы, мощный екен деп, бүкіл қазақ мақтасын деп қоя қазақ ағайын. Ал той құтты болсын. Өлі разы болмай, тірі байымайды дейді ардақты ағайын. Ендеше өмірден өткен абыз аталарымыздың, алтын құрсақты аналарымыздың әруағына, Төлеміс бабамыздың, Ырысбике әжеміздің, Сапақбай атамыздың, Жұмагүл апамыздың, Аяпбай атамыздың, Ырыскүлдей апамыздың, Балаби атамыздың, Тұрсынбай атамыздың әруақтарына иіліп, бір екі рет сәлем сап Бәрекелді, мынау енді атаңдан ота қалғанша бата қалсын, ота бір жұттық.